ақылдың керегі бар, білімнің бастауы. Өз бетімізді, өз бетімен кітап оқып, оның көмегімен үздіксіз білім алған сөйтіп атақты ғалым болған адамдар де аз емес. Қазақтың ұлы саналатын Абай аталарымыз өз бетімен ізденіп кітапты көп оқудың арқасында алдыңғы қатарлы ойшылардың еңбектерімен асты. Солдатты көптеп кетуге болады. Жазушы адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деген сөзі толық дәлел болады. Кітап білім жаман деген ұлы кітапты көп оқыған адам одан тәлім тәрбие өнеге алады. Сондықтан да біз бүгін 20 сәуір дүниежүзілік кітап күні деп сол мерекеге арнап біз бүгін іс-шарамызды өткізіп жатырмыз. Мына біздің қазір кітапханамыз көбейгеннен кейін оқырмандарымыз да көбейіп жатыр. Мына жүргізушілер міне біздің жақсы оқырмандарымыз. Міне кітапханаға көп келіп кітап оқыған балалар, жаңа айтысқа шығып жатқандар да міне кішкене өздерінің тіл байлықтары, кітап оқу арқылы адамның тіл байлығы көбейеді ғой балалар. Сөз қоры молаяды. Міне сондай балалар міне айтысқа шығып талаптанып жатыр. Өздерінің кітапханаға деген үлестері болсын, көмектесіп, басқа өздерінен кейінгі оқушыларды кітап оқуға тарту мақсатында міне осындай іс-шараны белсене өткізіп жатыр. Міне сендер де осындай кітап оқуға көбірек, кітапханада өткен осындай іс-шараларға қатысуға шақырамын. Енді кітап туралы жаңа балалар жақсы айтты ғой. Бұл кітап деген адамның досы, ақылшын, сырласың дегендей. Кітапты көп оқыған адам көп біледі балалар. Міне көп болмай-ақ қояйын, сендердің барлықтарыңды өстіп кітап оқуға шақырамын. Кітапханаға келіңдер. Сөз кезегі видеоға тәрбие іс жөніндегі орынбасары видеоға келе алмайды. Айтайын айтып жатыр ата-ананың жыға қосып білімнің атырабын бар адамға шетелдік кино емес кітапты оқуға шақырамын. Біз де сіздің тілекке қосылайық. Айтысты қосып, ең соза бермей біз тұрайық. Ақынжан екеуміз ғой. Thank you.